Сәлем достар, бүгін пюре қапақтарынан балық аулағыш жасайтын боламыз. Алдымен видеодағыдай мишураларды қақпаққа бекітіп аламыз. Ал қармақ жасау үшін фольга, таяқша және жіп қажет. Видеодағыдай фольганы орап алып, жіп пен таяқшаны бірге біріктіреміз. Егер балаңыз сумен ойнағанды жақсы көрсе, онда таптырмас ойындардың бірі. Аз ғана заттардың көмегімен үй жағдайында балаңызды дамытуға көмектесіңіз. Видео ұнап жатса лүпіл басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.